Çolpan, sen mendeksin. Kalsan da kalamazsan da son sözüm olsa. Жүзі суық, көзін алмайды мына бас бар. Бірақ, әкенің антын, халықтың салтанаттар, дәрмен менде жоқ. Тағдырым осы болса, амалым қанша. Егізден туған бауырым, өтінемін, бұлай күрсінбеші. Көз жасым жүрегімді өртеп барады. Бірақ мен сенен сүт бірмен бірге пісіп туған апалым бар. Қайтсем де қорыққа өрмеймін. Қайтсем де анау басылардың. Шеңгелінен құтқарамын. Қалай құтқарасың, Айман? Не айтып кеттің? Тоқта. Әлің жетсе, алда. Бірін бірі сула. Обал болар деймісің, жындырсаң жынға. Түсінбедім әпкетай. Қашасың Шолпан. Қашуым керек. Қайда қашамын? Қайда демен? Кіммен де? Арыстанмен қашасың. Арыстан? Бірақ ол сапарда жүр емес пе? Ол келемдеш менде ұзатып кетпеймін бе? Шолпанжан, сен уайымдама. Мен ауылға шабарман жіберіп хабар салдым. Ол ат басын қайта бұрды. Барлық өз орнымен дайын тұр. Енді сен келсең болғаны. Бұған қай дәтің бар, Айман. Ана орнына ана, аға орнына аға болған жалғыз ғана әкеміз емес пе еді? Оны қалай қарап ететем? Әлде бір ел безген аң тұрғандай ақ бата тілегін қалай аттап өтем? Жоқ, мен қаша алмаймын. Жалғанды етегін жасқа толып, жүрегімді қарсы ерді күрсінген. Енді басқа не амал, не айла бар, айтшы. Жоқ, мен қаша алмаймын. Бірақ сен басы бар түймейсің ғой. Я әпкетай, сүймеймін. Менше неге қашпайсың, айтшы. Білесің бе? Арыстанның сымбаты мен қайраты қандай болса, дәулеті мен сымбаты сонда жарасымды. Егер де сен Арыстанмен қарсы десең, Қайрын әкем сырт көзге бал берген жақтың қапеліне қарай қапа болған сақтағанмен іште риза болады. Рас айтасың әпкетай? Әрине рас айтамын. Рахмет әпкетай, мен сені қатты жақсы көремін. Арыстан сені анау таудың бөктерінде күтіп тұр. Сен қазір қаш, а мен сендердің арттарынан қуып жетемін. Жарайды әпкетай, мен сені күтемін. Қаш! Қош, алдағаным үшін мені кешір.